Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizda bo'ladi. Janibek Alimxanұлы мен Saul Canelo Alvarez қазіргі бокстағы ең мықты спортшылардың қатарында. Олардың қайсысы мықты деген сұраққа нақты жауап беру қиын. Себебі әрқайсысының жетістіктері мен тәжірибесі әртүрлі. Соны көріп шығатын боламыз. Janibek Alimxanұлы қазақ стиль, жасы 32-де, салмақ дәрежесі орта салмақ. Кәсіби рекорды 17 жеңіс, 12 нокаут жеңіліссіз. Титулдары WBO және IBF орта салмақ әлем чемпионы. Стилі солақай, артықшылықтары биіктігі 182, қол ұзындығы 182. Janibek Қазақстанның мақтанышы техникалық шеберлігі мен соққы қуаты жоғары боксшы. Ол орта салмақты үздік қарсыластармен жеңіп, әлемдегі аренада өзін дәлелдеді. Қазіргі уақытта ол Канелоның жекпе-жекке шақырып отыр. Ол Canelo Alvarez жасы 34-де, салмақ дәрежесі супер орта салмақ. Кәсіби рекорды 62 жеңіс, 39 нокаут, 2 жеңіліс, 2 тән ойын. Титулдары WBA, WBS, WBO және The Ring супер орта салмақ әлем чемпионы. Стилі орда көз. Артықшылықтары тәжірибесі мол, түрлі салмақ дәрежелерінде чемпион атанған. Canelo қазіргі бокста ең танымалы және тәжірибелі спортшылардың бірі. Ол 4 түрлі салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атанып, Геннадий Головкин, Сергей Ковалев, Мигель Кота сияқты атақты боксшыларды жеңген. Қорытынды, егер Janibek пен Canelo жекпе-жек өткізсе, бұл өте қызықты және тартынысты кездесу болар еді. Janibek жас әрі жеңіліссіз, техника шеберлігі жоғары боксшы. Ал Canelo тәжірибесі мол, түрлі салмақ дәрежелерінде өзін дәлелдеген чемпион. Canelоның тәжірибесі мен қарсыластарымен өткізген жекпе-жектері оған артықшылық беру мүмкін. Дегенімен Janibek'тің қорқыны мен шеберлігі де ескерусіз қалмайды. Қазіргі уақытта Canelo 2025 жылы қыркүйегінде Теренс Кроуфордпен жекпе-жек өткізуді жоспарлап отыр. Ал Janibek болса Canelомен кездесуге ниетті. Бұл жекпе-жек жүзеге асса, боксы жанкүйерлер үшін үлкен оқиға болар еді. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.